Қайырлы күн, менің аты жөнім Болат Көсер Қайратқызы, Почтовный жалпы орта білім беретін мектебінің 6 сынып оқушысын. Бүгінгі біздің жобамыздың басты тақырыбы қалдық қағаздардың құнарлы топырақты жасау. Жобамыздың мақсаты қалдық қағазды қайта өңдеу арқылы компостқа айналдырып, оны топырақты одан әрі айналдырып, құнарлы топыраққа алу жолдарын зерттеу, табиғи экожүйенің қалпына келуіне мүмкіндік береді. Топыраққа зияны қалың картон немесе ламинитталған қағаз өте баяу ыдырайды. Бұл топырақта микроорганизмнің жұмысын өте қиындатып, төмендете бастайды. Өңделмеген қағаз қалдықтары қоршаған ортаға қалай зиян келтіреді? Суға түскен қағаздың өзінің оттегінің азаюына байланысты балықтар мен су жәндіктерінің өліміне әкеліп соғады. Қағаз құрамында химиялық қоспалардың тірі ағзаларға уақытта әсер етеді. Қағаз қатарына экожүйеге тікелей немесе жанама келтіреді. Полигондарға түскен қағаз топырақта табиғи құрылымын бұзып, микроағзалардың тепе-теңдік күйін өзгертеді, және кейбір қаптама қағаздардың пластик немесе жылтыр қабаты болады. Бұндай қағаздар топырақта ыдырамай және экологияға да зиян келтіреді. Қағаздың топырақта толықтай бірге сіңісіп кетуі үшін шамамен 5 жылдай уақыт кетеді. Шешу жолы: қағазды қайта өңдеу, компост жасау және қағазды аз пайдалану. Қағазды қайта өңдеу: пайдаланған қағазымыз жай ғана қоқысқа лақтыра қоймай, оны біз өңдейтін жерге жіберсек, біріншіден табиғатымызға пайдалы, екіншіден ағашты қиюымыз азая бастайды. Компост жасау: таза, бояусыз қағаздарды ұсақтап жапырақ, шөп, ас қабықтарын бірге компостқа салуға болады. Бұл қағазды тез ыдыратып, топырақты құнарлылыққа әкеледі. Қағазды аз пайдалану: электр кітаптар, онлайн құжаттар қолдану арқылы қағаз шығынын азайтуға болады. Бірақ қазіргі таңда бұл жолымыз іске аспайды. Қалдық қағаздан топырақ жасау әдісі: ол бізде 4-ке бөлінеді: қағазды жинау, органикалық қалдықтарды қосу, компостау және дайын топырақ. Жұмыстың барысы бізде 3-ке бөлінеді. Біріншіден, мектеп оқушыларының табиғатты аялап ұстауы, жерді қопсытуы, екіншіден, мектеп оқушылары қалдық қағаздан өсімдік дайындауы, және де бізде пластиктің орнына ағаштан жасалған ыдыспен қолданады. Үшіншіден, бізде мектебіміздің өзінде ай сайын жиналған қалдық қағаздар мен қалың картондарды жинап, 2 ай сайын өңдейтін жерге апарып тұрады. Ал дәл осындай өсімдікті жасау үшін бірінші кезеңде ұсақталған ақ қағаз, және де топырақ, және де гүлдің дәндектері келеді. Оларда қосып өсіргенде дәл осындай екінші кезеңде көріп тұрғаныңыздай дәл осындай өсімдік болып шығады. Олар мектеп оқушыларының күзетінде болады. Оқушылар оны күнде суарып, оқушылардың көзінде тұрады. Ал үшінші кезеңде біздің мектебіміздің оқушылары жаз мезгілінде сыртқа шығып, практикалық жұмыс орындағанда дәл осы дайын болған тамырларды сыртқа шығып егеді. Қазіргі таңда біздің Қазақ мектебіміздің артындағы түлектер бағында дәл қазіргі гүлдер егіліп тұр. Қорытындыға келсек, қалдық қағаздардың топырақ жасау табиғатты қорғау бағытталған тиімді әрі пайдалы әдістерінің бірі. Қағаздың құрамында целлюлоза микроорганизмдердің әсерінен ыдырап органикалық заттарға айналады және топырақтың құрылуына, арттыруына көмектеседі. Сонымен қатар қағазды қайта пайдалану арқылы қоршаған ортаға қоқыс мөлшерін азайтып, экология мәселелерге алдын алуға болады. Қалдық қағаздардың компост ретінде қолдану топырақты құрылымын жақсартады, ылғалды сақтауға, екіншіден қабілетті арттыруға және өсімдіктердің жақсы өсуіне көмектеседі. Сондықтан қағаз қалдықтары дұрыс өңдеп, топыраққа пайдаланып, экологияны сақтауға және табиғи ресурстарға тиімді пайдалануға маңызды жолдарының бірі. Назарларыңызға көп рахмет.